Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызықты блог түсіремін. Блогта корейский кимбап туралы қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Оңай және өте қолжетімді рецепт болады. Менімен бірге болыңыздар. Кимбапты бастамас бұрын ампай кимчик. Мен жұмыста кәріс бастығым маған осындай сыйлық берді. Бұл сыйлықтың ішінде не бар екен бірге көрейік. Кеттік. Бұл сыйлықтың ішінде не бар екендігін көрсетейін. Та-дам! Оның ішінде толған тунец, консервированный тунец және канола майы. Кореяда осындай практичный сыйлық бергенді жақсы көреді кәрістер. Ол жиі алатын және күнделікті қолданыста керекті заттар болуы керек. Осындай бізге тунец берді. Осы тунецке көштелеп тұрып кимбап жасайық. Кореяда кәрістер тунецті қатты жақсы көреді, күнделікті тағамда өте активно қолданады. Және де біздің осы ең Кореядағы атақты тағамның бірі ол кимбап. Осы кимбап тунецпен жасалынады. Мен сізге бүгін кимбаптың рецептін көрсетемін. Тунецпен бірге жасаймыз. Біздің үшбұрышты кимбапқа керекті заттар бұл ким, бұл теңіз капустасы, пісірілген күріш және пияз және жаңағы консервированный тунец. Кимді ашайық, ішінде не бар екен. Мына жерде өзі кимді қалай істеу керектігі туралы инструкциясы тұр екен. Мына жерде арнайы формасы бар екен және де кимді қалай орау керектігі көрсетілген. Ашайық. Так, бұны жеуге болмайды. Осы Кореяда барлық тамақтарға осындай қосып береді. Мынау жаңағы ким, морская капуста. Осындай арнайы пакеттіктерде тұрады. Мынау скотч кимді артынан жабыстыратын. Ал мынау форма. Бізге кимбап жасаудың алдында ең алдымен консервированный тунецті ашайық. Осы тунецке туралған пиязды қосамыз. Осы тунец пен пияздың жанына сәл-сәл қара бұрыш қосамыз. Сәл-сәл тұз қосамыз. Араластырамыз. Осы массаға 2 қасық майонез қосамыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді күрішке кірісеміз. Дайын арнайы пісірілген күрішті алып, оған негізі күнжіт майын қосу керек. Бірақ менде күнжіт майы болмағандықтан қарапайым сұйық майды сәл-сәл қосамын. Күнжіттің өзін қосамын. Достар, мен дайындалып алдым. Бұл күріш. Мынау начинкасы. Сіздерге ең алдымен осы кимнің жанындағы сыртындағы инструкциясы бойынша жасап көрейік. Ол бізге осындай арнайы қағаз берілді. Қағазды алып. Бұл кимнің формасын, жаңағы үшбұрышты формасын жасауға арналған. Достар, егер де демалыс күндері іштеріңіз пысып көретін қызықты фильм таппай жатсаңыздар, Таксист деген корейский фильм көрсеңіздер болады. Мен кеше күйеуіміз екеуміз көрдік.
бізге өте қатты ұнады. Жалпы оқиғаның сюжеті біздің Қазақстандағы желтоқсан оқиғасына қатты ұқсайды екен. Маған өте үлкен әсер берді, қатты ұнады. Демалыста таксист фильмін тамашалаңыздар. Біздің формамыз дайын. Мына жердегі инструкция бойынша осы формаға ортасына күріш салып жасаймыз. Мына жердегі киімнің сыртындағы инструкция бойынша осы форманы жасадық. Оны формаға бірінші күріш салып аламыз. Күріш салып алған соң ортасына жаңағы начинканы саламыз. Сосын үстіне тағы да күріш саламыз. Та-да! Бірінші кимпабымызды жасадық, бірақ мен орағанда сәл бірінші рет ораған соң кішкене қателесіп қалдым. Енді екіншісінде орағанымды көрсетемін. Менде кимпап жасайтын осындай форма бар үйде. Мына өзінің арнайы формасымен жасаған сәл ыңғайсыздау екен. Өзімдегі арнайы формамен жасап көрсетейін сіздерге. Құрметті менің көрерменім, кимпап жасап отырып, сізге кимпап туралы қызықты мәліметтермен бөлісейін. Кимпапты дәл осы 3 бұрыш түрлі кимпапты Кореяда самгак кимпап деп атайды. Жалпы Кореяда кимпаптың 2 түрі белгілі. Біріншісі ол роллы сияқты, яғни Жапонияның сушиына ұқсайтын кимпап. Екіншісі осы 3 бұрыш кимпап, самгак кимпап деп аталынады. Кимпаптар негізі Кореядағы ең ыңғайлы, ең қолайлы және көп қолданылатын жеңіл тағамдардың бірі. Кимпапты Кореяда әр дүкеннен табуға болады. Бағалары 1500 воннан 5000 вонға дейін өседі. Қатты қымбат емес. Және кимпапты раменмен бірге қосып жесеңіз өте әдемі үйлеседі. Бұл тағамда өзгермейтін 2 ингредиент бар. Ол теңіз балдыры және күріш. Ал начинкасын өзіңізге ұнайтын қылып жасап алсаңыз болады. Және осы кептірілген теңіз балдырын не себептен пакетке орайтынын айтайын. Осындай пакетке орамаса, ылғал тисе немесе су тисе, тез еріп кетеді. Өзінің балғындық кейпін жоғалтып алады. Сол себептен осылай пакетке орап қояды. Достар, мен кимпап жасап біттім. Менде 6 штук кимпап шықты. Негізі күріштеріңіз көп болса, бұдан да көп жасауға болады. Енді біреуін жеп көрсетейін. Кимпабым ең алдымен мына жерде 1 деген цифра тұрады. Негізі кимпап жегенде бұл туралы көп ешкім білмейді. 1 деген цифраны аласыз да, бүйтіп осылай ашасыз. Сол кезде мынау пакет 2-ге бөлінеді. Пакет тастайсыз. Өте дәмді шықты. Тура магазиннен сатып алатын сияқты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Және заттары да қымбат емес. Сіздер маған күлмеңіздер, мен тоқтай алмай қалдым. Дәмді болған соншалық дереу екіншісін жеуге кірісіп кеттім. Құрметті көрерменім, мен сізге кимпап жасаудың және Кореяның атмосферасын сезінудің ең оңай және ең арзан тәсілін көрсеттім. Сондықтан тек алға, менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Дорама көріп отырып, кимпап жегіңіз келіп кетсе, ерінбей өзіңіз барып жасаңыз.
Менің Кореядағы досым, егер сіз дүкенге барып, бұл кимпаптың ішінде не бар екен деген күмән болса, шошқа жеп қойдым ба деп қорқатын болсаңыз, үйден өзіңіз жасап алыңыз. Сізге кеңес беремін. Магазинге кимпаптан да өте дәмді шығады екен. Достар, мен бүгінгі блогым ұнады ма? Бүгінгі блог ұнаса, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және үйде міндетті түрде менің рецептім бойынша кимпап жасап көріңіздер. Сіздерді жақсы көремін.